Сәлеметсіз ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге патология соғысы деп аталатын корейский дораманы айтып беретін боламын. Бұл кино Сижин және де Кан Мо-ён атты дәрігер қыз туралы. Сижин арнайы әскери бөлімінің капитаны, өте тәжірибелі батыл сарбазы, өте жоғары деңгейде әскери қызметкер. Бір күні ол және оның серігі Доен қалада жүрген ұрыны ұстамақшы болып, оның артынан қуады. Ұрының артынан қуып келе жатқан кезде алдарынан полиция тоқтатып, жағдайды реттеу үшін ұрыны ауруханаға жіберуге шешім қабылдайды. Ауруханада Сижин алғаш рет Кан Мо-ён атты дәрігермен кездеседі. Кан Мо-ён жап-жас талантты әдемі дәрігер, бірақ өте қатал, принципшіл адам еді. Ол әрдайым адамдардың өмірін сақтауға тырысады және бұл үшін өзін жанын қауіпқа тігеді. Мо-ён мен Сижин танысқанда оның өзін еркін сезініп және де әзіл оспаққа жақын екенін байқап, оған қызыға бастайды. Сонымен қатар Сижин өзінің батыл ержүрек мінезін Мо-ён өзіне тартады, бірақ олардың қарым-қатынасы бірден басылы кетпейді. Себебі Мо-ён және де Сижин әскери өмірі мен қауіпті жұмыстарын түсінбейді, оған сенбейді. Сижин мен Мо-ён қарым-қатынасы уақыт өте келе жақындайды. Олар бір-бірінің кездесулер мен сөйлесулер арқылы бастайды, бірақ олардың арасында үлкен айырмашылық бар. Сижин әскери адам, үнемі қауіпті миссияларға аттанады, ал Мо-ён болса бейбіт өмірді қалайды және де медициналық жұмысына толығымен берілген. Мо-йонның жанкештілік пен тәуекелдерден қашуы да қарым-қатынастарын қиындатады. Бірде Сижин Мо-йонды өзінің әскери жұмысына қатысты қатты алаңдатады. Ол Мо-йонға өзінің өміріне әрдайым қауіп төнетінін айтады, бірақ Мо-йон оған түсінік танытпайды. Сижин оның өмірін қауіпті жағдайларға тігуге тырыспайтынын айтады, ал Мо-йон болса оған қатысты шешімдерді толық өзінен қалдыруды қалайды. Осылайша олардың қарым-қатынасы уақытша үзіліс алады. Сижин мен оның әскери тобы Уркке аттанады. Бұл елде ұзақ уақыт бойы саяси тұрақсыз орын алып, халықтың жағдайын өте қиын болып тұр. Сижин және оның тобының міндетті халықаралық құрылыс жобаларын қорғау, қарулы топтардан сақтану және жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Құрылыс компаниясы осы аймаққа үлкен жобамен келген еді, бірақ саяси дағдарыс пен қарулы қақтығыс кесірінен жұмысшылар мен құрылыс материалды жиі шабуылға ұшырап жатты. Осы кезде Кан Мо-ён да шетелдік гуманитарлық медициналық миссия құрамында Уркке жіберіледі. Ол елдегі медициналық мәселелерді шешу үшін жұмыс істеуге келеді. Урктегі жағдай өте қауіпті болғандықтан бұл миссияда жұмыс істеу үшін көптеген қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сижин мен Мо-ён қайта кездесу Уркке болады. Екеуі бір-бірін біраз алыстағанымен бұл жерде олар қайта кездесіп бірге жұмыс істеуге мәжбүр болады, бірақ олардың арасындағы алшақтықты әрі сақталады. Сижин мен Мо-ён бірін-біріне деген сезімдерін тереңірек түсіне бастайды, бірақ бұл кездесу кезінде олардың қарым-қатынасы уақытша қайта басталмайды. Өйткені Сижин жауынгерлік міндеті мен Мо-йонның медициналық жұмысының арасында айырмашылықтар көп.